Ол кішкентай қыз дүниеге келген сәтте-ақ ол 80 жастағы әжейге ұқсайтын. Сондықтан отбасын оны вокзалда тастап кеткен. Бақытымызға орай, жанынан өтіп бара жатқан мейірімді қария әйел оны көріп үйіне алып кетті. Бірақ қыз сырт келбеті үшін әрдайым жұрттың мазағына айналды. Оның асырап алған анасы да адамдардың бітпейтін өсектерімен мазағынан шаршайтын. 7 жасқа толғанда оны құрдастары күнде мазақтап мазасын алатын. Тек Шон деген бір бала ғана оны қорғап жүрді. Тіпті ол қызды үйіне қонаққа шақырды. Шонның әкесі дәрігер еді. Ол қызды тексеріп көрсін деп әкесіне апарды. Дәрігер қыздың көзінде катаракта, буындарында артрит бар екенін көріп қатып қалды. Оның денесі 70 жастағы адамдікі сияқты жұмыс істеп тұрған. Дәрігер ол 10 жастан ұзақ өмір сүрмейді деп ойлады. Мұны есту қызға ішіне ауыр соққы тигендей болды. Сол сәтте асырап алған анасы да келді. Шон оларды кешкі асқа қалуға шақырды. Бірақ Шонның анасы қабағын бүркеп, бейтаныс адамдар біздің асымызды ұнатпайтын шығар деп менсінбей сөйледі. Қыз жас болғанымен, оның қасақана жасалған тұрпайы сөздерін анық естіді. Анасы оны жай ғана құшағына алып, екеуі үйлеріне қайтты. Қыз анасына жылап, Шонның отбасы оны қабылдамағанын айтты. Ол жалғыз досынан айырылып қалам ба деп қорықты. Анасы оны жұбатып, не болса да, мен сені әрқашан жақсы көрем деді. Бірақ қыз күтпеген нәрсе болды. Келесі күні Шон тағы келді. Осылайша екеуі айырылмас достарға айналды. Шон оны күндездеп келетін. Ол қыздың қараңғы әлеміне жарық сыйлағандай еді. Барлығы оның 10 жасқа жетпей өмірден өтеді деп ойлаған кезде, қыз кенеттен денесі керісінше жасарып жатқанын байқады. Көзді ашып жұмғанша, екеуі де 18 жасқа толды. Сол жылы Шон армандаған университетіне түсті. Мұны естіртуге асығып, қызға жүгіріп келді. Ол оқуды бітірген соң, қыздың ауруын емдеймін деп ант берді. Қыз оның кеткенін қаламаса да, шын жүректен қуанды. Келесі күні Шон оны отбасылық кешке алып барды. Бірақ Шонды ұнататын қызғаншақ қыз мұны көріп долданып кетті. Шон жай ғана, неге мен үздік досымды ертпеймін деді. Бірақ алда не боларын ол білмеді. Қызғаншақ қыз Шонның университетке қабылдау хатын жыртып жіберіп, оны қорапқа салып, бәрін қыздың үстіне жапты. Қыз ештеңеде хабарсыз күйі қорапты алып келді. Шон қорапты ашқан кезде хат ұсақ конфеттіге айналып кеткен еді. Қызғаншақ қыз бәрін өртеп жібергендей, жұрттың бәрін арандатып, кінәні қызға жапты. Бәрі оны ұятсыз деп кінәлады. Қыз жылап, өзіне сенбей тұрған Шоннан көмек сұрағандай қарады. Бірақ оның көзінен тек таңданыс пен ренішті ғана көрді. Қыз үйіне жылап қашып кетті. Күндер бойы Шон келер деп күтті, кешірім сұрар деп үміттенді. Бірақ ол тіпті келмей, жыртылған хатпен университетке кетіп қалған естіді. Олар енді ешқашан көріспеді. Қызын күндер жылап отырғанын көрген анасы үнсіз заттарын жинады. Бар жинаған ақшасын қызға ұстатып, оңтүстікке барып, жаңа өмір баста деді. Қыз толық күйреп, анасын құшақтап, көз жасын төкті. Бірақ ақыры анасының үмітін арқалап, оңтүстікке